Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Егер видео ұнайтын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, және комментарий бөліміне өзіңізді мазалаған денсаулыққа қатысты кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырыбымыз бедеулікке қатысты жиі қойылатын сұрақтарға жауап. Бедеулік дегеніміз екі жұптың бір жыл көлемінде ретті қатынас, яғни ешқандай жүктіліктен сақтанатын құрылғыларды пайдаланбай, нәтижесінде жүктілік болмайтын болса, онда бұндай жұпты бедеу жұп деп атаймыз. Бұл арнайы шарттарға негізделген диагноз болып табылады, яғни қатып қалмаған диагноз. Бұл диагноз тек қана дәрігер мен пациенттің қандай бағытта жұмыс жасау керек екеніне негізделген диагноз болып табылады. Сондықтан, егер бұндай диагноз қойылатын болса, онда үмітіңізді үзбеңіз, тек қана дұрыс маманмен дұрыс бағытта жұмыс жасасаңыз, аңсаған сәбиіңізге қол жеткізе аласыз. Енді көп қыз-келіншектер жиі осы бедеулікке байланысты түрлі себептермен сұрақтар қойып жатады. Ең жиі кездесетін сұрақтар ол бір түтікпен, яғни бір трубамен жүкті бола аламын ба? Өкінішке орай түрлі дерттердің, операциялардың нәтижесінде бір жатыр түтігін алып тастауға тура келетін жағдайлар болады. Әсіресе жатырдан тыс жүктілік болған жағдайда жатырды жалпы әйел адамның өмірін сақтап қалуы үшін жатыр түтігін алып тастауға тура келетін кездер болады. Осындай кездерде әйел кісілер енді болашақта бір түтікпен жүкті бола алам ба деген ой мазалауы мүмкін. Әрине, жатырдың бір түтігімен де жүкті болуға болады. Бірақ бұл кезеңде міндетті түрде осы қалған жатыр түтігін тексеру қажет. Ол жатыр түтігі дұрыс қызмет атқара ма, сапасы қандай екенін анықтау керек. Не үшін жатыр түтігі жүкті болуда маңызды рөл атқарады? Себебі ұрықтану, яғни ер адам мен әйел адамның ұрығы осы жатыр түтігінде кездеседі. Яғни болашақ сәби осы жатыр түтігінде пайда болады. Сондықтан жатыр түтігінің сау болуы, дұрыс болуы өте маңызды. Екінші жиі қойылатын сұрақ ол аналық безінің поликистозды синдромы кезінде міндетті түрде эко жасату қажет пе, немесе өздігінен жүктілік бола ма? Алдымен осы диагноз қандай диагноз екенін анықтап алсақ. Аналық бездің поликистозды синдромы дегеніміз, аналық безінде ұрық жасушасы әр ай сайын сыртқа шығудың орнына жинақталып қалады. Нәтижесінде ультрадыбыстық зерттеуде бізге өте көп мөлшерде, яғни поли дегеніміз көптеген мағынаны білдіреді, киста түрінде көрінеді. Бірақ бұл киста емес, тек қана әр ай сайын қалыпты, дені сау әйел кісілерде сыртқа шығып отыратын ұрық жасушасы, өкінішке орай бұл диагноз кезінде сыртқа шықпайды, сондықтан жиналып қалғандықтан бізге киста түрінде көрінеді. Бұл диагноз кезінде қыз-келіншектерде етеккір 3-4 айда бір, жылына бір рет, немесе бірнеше жылда бір рет келуі мүмкін, немесе мүлде келмеуі мүмкін. Тек қана дәрінің көмегімен, яғни дәрі ішсе етеккір келеді, дәрі ішпесе келмеуі мүмкін. Осындай белгілермен және де арнайы өзіне тән белгілердің жиынтығымен аталатын диагнозды аналық безінің поликистозды синдромы деп атаймыз. Яғни бұл диагноз кезінде өздігінен овуляция болмауы мүмкін. Сондықтан осы овуляцияны арнайы дәрілердің көмегімен, яғни стимуляция жасау арқылы, немесе етеккір қызметін ретке келтіру арқылы жүктілікті жоспарлай аламыз. Сондықтан, егер бұл диагноз кезінде өздігінен, немесе арнайы дәрілердің көмегімен стимуляция арқылы овуляция болатын болса, нәтижесінде өздігінен жүктілік болады. Ал егер стимуляцияға, немесе әйел кісінің жасына сәйкес болмайтын болса, онда міндетті түрде эко жасату қажет. Бұл эко немесе өздігінен болатын жүктілікті шешу үшін міндетті түрде консультация, арнайы зерттеу әдістері қажет. Келесі жиі қойылатын сұрақ ол полип кезінде жүкті болуға бола ма?
Жалпы полип дегеніміз ол жатырдың түрлі аймағында пайда болатын қатерсіз түзілісті айтамыз. Және де полиптің фиброзды немесе безді аралас түрлері кездеседі. Соған байланысты орналасқан аймағына, көлеміне, себебі 1-2 мм бастап бірнеше сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Соған негізделіп қана біз нақты жүктілік болатынын немесе жүктілік болмайтынын айта аламыз. Бірақ полип ешқандай белгілерсіз жүруі мүмкін және әйел кісіні ешқандай мазаламауы мүмкін. Сондықтан біз бұл диагнозды тек қана ультрадыбыстық зерттеу кезінде ғана анықтай аламыз. Егер мөлшері өте кішкентай болатын болса, ешқандай операцияның көмегінсіз жүктілікті жоспарлауға болады. Барлығы тек әйел кісінің жасына, полиптің мөлшеріне, көлеміне байланысты шешілетін жеке сұрақтар болып табылады. Келесі сұрағымыз, эндометриоз кезінде жүкті болуға бола ма? Эндометриоз дегеніміз ол өте үлкен ауқымды тақырып болып табылады, яғни жатырдың ішкі қабатының басқа аймақта орналасуын айтамыз және де көптеген ағзаларды, яғни мүшелерді зақымдауы мүмкін. Әсіресе жас қыз-келіншектерде кездесетін түрі ол эндометриозды киста деп аталады. Бұл кезде аналық безінің құрылымын өзгеріске ұшыратуы мүмкін. Нәтижесінде аналық безіне кедергі жасау арқылы етеккір қызметіне кедергі жасайды, овуляцияға да жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан эндометриоздың пайда болған аймағына, клиникалық көрінісіне байланысты нақты айта аламыз, жүктілікке әсері бар, жоқ екені. Бірақ көп жұптарда осы жылдап жүктілік болмай жатқан себебінің бірі осы эндометриоз болуы мүмкін. Және де эндометриозды нақты анықтау үшін міндетті түрде лапароскопиялық әдіс керек, және де бұл көп жұптарға бірден берілетін тексеру әдісі емес. Сондықтан бұл арнайы зерттеулердің негізінде қойылатын диагноз болғандықтан жүктілікке әсерін немесе әсер етпейтінін тек қана соңғы қорытынды ретінде жазып бере аламыз. Егер видео қызық болып, ақпаратты болатын болса, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.